Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Толға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп кетейік. Әлихан Бөкейхан ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы атақты Сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей, осы Сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед. Ұлтының тарихын зерттей келе, әйгілі ғалым Әлихан Нұрмұхамедұлы алты алаштың бірлігінің болмауы, соның салдарынан тәуелсіздігінен айырылуының ең басты сыры, бұрынғы хан сұлтандардың Ресей империясы тарапынан отарлау қаупі төнген сәтте де өз билігіндегі ру, жүздерді біріктіре алмау екенін біледі. Сол себепті де Әлихан туған халық алдында бұрынғы хан сұлтандардың тікелей ұрпағы ретінде өзін айыпты сезінді. Кең Сахара даласында емін-еркін ғұмыр кешіп, өзіндік салт-дәстүрі, мәдениеті бар халқын еш қарсылықсыз отарлыққа жегіп жіберген алдыңғы хан сұлтандардың бар кінәсімен халқының келешек тағдыры үшін бар жауапкершілікті өз мойнына алды. Әлихан Бөкейхан 1914 жылы жазған мақаласының бірінде хан баласында қазақтың хақысы бар еді, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп жазған еді. Әлихан соңғы демі біткенше осы сертіне адал болып қалды. Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп кетейік.